Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен осындай сырный шарики жасадым. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма жазылып және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздің тек қана 10-15 минутыңызды ғана алатын ең оңай рецептің түрін жасауға сіздерге көрсететін боламын. Ол өте оңай, біріншіден, екіншіден қытырлақ болып өте дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге жұмыртқаның 2 ағы немесе белок, сосын барып артынша шай қасық тұзды алып, екеуін бірге жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Бетінде осындай әппақ болу керек. Келесі кезекте осы сырымызды алып теркадан өткізетін боламыз. Желательно сырдың ерлетін алыңыздар. Осы сырымызды жаңағы қозымызға салып, екеуін бірге жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Шариктеріңіздің қамыры жақсы көтеріліс үшін шай қасық қопсытқышымызды салып, артынша ұнымызды салып, қолға сәл ғана жабысатындай етіп қамыр шығарамыз. Сонда да ұнымызды көп салудың қажеті жоқ, етпесе олар қатты болып қалады. Осы қамырымызды алып, дөңгелек етіп, доскамызға салып қоямыз. Қатты ысып тұрған майымызға осы шариктерімізді салып, қызарған күйін қуырып шығамыз. Міне бізде осындай қытырлақ әрі дәмді болып шығатын сырный шарики пайда болды. Осы рецептпен дайындап көріп, өзіңіздің отбасыңызды қуантыңыз.